Селам алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова. Чалышан вешімдікі да қаға бойле мәлімат. Да 30 хасталанған қайдылында COVID-19 әбдір қала. Ярмадамызның меркези автостанциясында сонки дезинфекция кечірілді. Сон барында су севесі деныштыма yoqma. Мектеп мезунлары үшін екене девлет имтihаны башқа мудетке кечірілді. Ярмадада да онларca адамда COVID-19 хасталығы белгіленді. Пандемия насыл районларını қаплап алды ве Қырым хастаханелерінде тібі теменлену насыл дәрежеде. Бұл ақта невбете көліп хамызны сейір етініз. 30 хастадан эксиреті, яни 20 бұл район хастаханесінің эсасында açılған САК обсерваторында анықланды. Да, 3 адам Красноперекопск районының Тузла, яни почетная көйінде хасталанды. 2 адам Ялтада, Веда, 2 Тибей Хадим Алуштада белгіленді. Плохая тенденция, что у нас опять заражаются медицинские работники. Ну и опять надо, понятно, служебное расследование или насильно по поводу, почему так много в одном обсерваторе, такое количество заразившихся. Сахнын меркези район хастаханесінде ятханларда хасталық ичбір әлеметсіз кече. Роспотребнадзор идаресінде хабер еткенлері кыбы. Оларға хасталық майысының онундан эвел, яни бөлік карантинге қаралмаздан эвел юқты. Шымды бөлікні хасталардан ве тибей хадимлерден бошатмаға қарар алдылар. Оставшаяся часть медиков будет переведена в обсерватор, а оставшаяся часть пациентов по этому отделению будет переведена в специализированные боксированные палаты, в инфекционное отделение. Все, у которых лабораторно подтвержденные новые случаи коронавирусной инфекции, переведены в 7-ю городскую больницу, как в ковидный госпиталь. Қырымның вице-премьер-везірі қайдеткеніне көре, шымдaki вақытта 157 адам COVID-19 диагнозы ile тедависini devam etті. Олардан 127 адамның алы орта дәрежеде, 5 хастаның алы ағыр. Бұндан ғайры Елена Романовская қошма обсерваторны тежжи açmaға rica etті. Сегодня у нас свободных мест 50 в обсерваторах, но я прошу Министерство курортов туризма ускориться с открытием обсерваторов в санатории Победа, а Министерство здравоохранения готовит медицинские бригады для работы в обсерваторе. Ковид госпитальлерінден ве хастаханелерден түш пневмония хасталары олған стационарларда ақжигерлердің суни вентиляциясын тешкил еткен 125 аппарат бар. Из них только занято 2 ИВЛ, поэтому вся необходимая помощь при, не дай бог, ухудшении здоровья пациентов будет оказана профессионально. Қырым территориясында пандемия башланғанынан берлі. COVID-19 юқма хасталығы 239 адамда қайдетілді. 78 адам яқшы олды, 4 киші вефат етті. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Авропа мемлекеттері яқын вақытта карантинден шықмаға азырлар. Бүйік Британия ве Испания мемлекетлерінің футбол мұхлистері қуваналар. Бұл мемлекетлерінің чемпионатлары енді майыс айындағы айрыдан башламаға планлаштыралар. Ама вакцина тапмақ енгіл вазефедегал. Мевзонын девамы базымлев қамызда. Бүйік Британияның акимиеті карантинден чықмақ планына азырлады. Весиқаға бинаен бұл үш басамақ олажақ. Майыс, июнь ве июль айында. Бірінші басамақ енді бүгін башанажақ. Uzaqtan çalışып олмағанлар иш ерлеріне қайтажақлар. Мемлекетте антивирус араштырылуы бойынша фаал иш алып барыла. Хотя мы надеемся на прорыв, надежда не является планом. От массовой вакцинации или лечения нас могут отделять год или больше. Действительно, в худшем случае мы можем никогда не найти вакцину. Июннан бірінден премьер-везір мемлекетте спортив тәдбірлерінің кечірілуіне рұқсет берді. Табейки бұл ерде сержесіз кечірілген матчлар ақында сөз түрсетілі. Хасталық дарқалынуының тезлігі де назарда тұтылажақ. Мемлекетінің футбол чемпионатының кечірілуіне Испанлы Ла Лигада азырлана. Чемпионатның президенті Рестарт әнді июнның 12-сінде ола білежегі ақта білдірді. Этот кризис оказал глубокое воздействие на всех нас. Возвращение футбола – это признак того, что общество постепенно приходит к норме. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире. План бойынша қалған матчлар 35 күн давамында күн кешірілеже. Клубларының бір қысымы енді ойнажақларыны идман базаларына чағырттылар.
Русияда коронавирус хасталығы 242 биңден зияды адамға юқты. Сонки сутка давамында мемлекетте 10 биң 28 яны хаста қайдатылды. Суткалық көстергіч майысын экісінден берле минималь олса біле, бұ рақаменді 11 күнден берле 10 биңден аша. Вирус арқалануының бойле тізлігі рейтингте Русияны екінші ерге көтерді. Бір заманлары ең чоқ хаста қайдатылген Италия ве Испания девлетлері артта қалды. Султан Истакаева, Руслан Минаев, Миллет үшін. Русияда екәне девлет имтihаны белгіленмеген мұддетке сүрілді. Бұақта мемлекетіміздің Мари везірлігі қабиратты. Бойле қарар пандемия или бағлы ве сағлық сақлaf идарелерінің тевселеріне сасланып чықарылды. Имтиханын кечірлеу форматы да деніші жек. Егер мезунали оқу йұртына кірмейджек олса, оның аттестатына ел нәтижелері бойынша баға қойылacak. 9-шы сынып талебелері үшін мечбури рус тілі ве математика имтиханлары да лағу етілежек. Нәтижеви бағалар сенелік бағалар бойынша қойылacak. Февкуляде вазиетлер везірлігінің қадимлері меркези автовокзалда сонки санитар темізлігіні кечірділер. Пандемия деваренде болешлер ичтимай жеттен мұйым олған эпс объектлерде кечірілді. Шертеміз ве қавсыз олайтқаны ақта базым левқамызда. Меркези автовокзалының беклев залында адам yok. Yolcu саяхатчылар еріне мұнда Февкуляде вазиетлер везірлігінің қадимлері бұлына. Олар ичтимай объектні толу дәрежеде дезинфекция етелер. Құрчалаған урбаларда çalışалар. Задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Такими мерами мы устраняем риск распространения коронавирусной инфекции. Бригаданың іші мақсус ішленілу үшін мобиль комплекселе кечіріле. Бұл машина дезинфекцион илячны ташы. Иляч насос ярдымынен пускүртіле. Қарышма азырламақ үшін хлор аплары ішлетіле. Оларының фаал маддесі 87%. Мутихасылар айтқанлары кыбы, қарышма әм семерелі, әмді зарар кетірмей. Февкуляде вазиеттер везірлігінің қадимлері әм вокзал янындаки территорияны, әм иш ерлеріні, әмді касса залларыны илячылайлар. Я думаю, что такие меры эффективны, тем более они направлены на защиту здоровья граждан на таких объектах, которые именно предполагается большое скопление людей. Пандемия дәвірінде 16 вокзал ве автостанция дезинфекция етілді. Бұл Кеслев, Керич, Ахмешіт ве Ялта шәрлерінде ерлешкен бұйық автовокзаллар. Ичтимай жеттен мұйым объектлерді аман-аман 50 000 квадрат метр ер дезинфекция етілді. Олар арасында хастаханелер де бар. Вся работа проводилась в период с 30 апреля по 13 мая. В соответствии с планом работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, мы в обязательном порядке через оперативный штаб планируем в дальнейшем сделать подготовку к открытию, возможному открытию курортного сезона. Сонки ишлер автовокзалының перронында кечіріле. Бұчарелер Қырым пайтақтына етіп келген туристлердің қапсызлығы үшін кечіріле. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, Милет үшін. Ахмет жете майысының бұрынден бұл күнге қадар бір айлық яғмұр нормасының 70% яғды. Бұл жүмқұретте ең yüksek көстері жадар. Чоқ бекленілген яғмұр соң барында су севесіне насыл тесір еткеніні Эльмаса Блакимова біле. Шымды резервуар 9 кубометр суға толды. Асылында есе 34 толмалы. Яғмұр топрақларыны тек сылатты. Яғанақлар пек аз олды дейлер гидрометеорология мерkezінде. Ахмеджетнің су анбарында су севесі керек дәрежеге көтерілмесі үшін күчлі яғмұр керек. Необходимо, чтобы в течение недели шли постоянно осадки ливневого и облажного характера. И максимальное количество их достигло хотя бы 150-200 миллиметров. Шымдылық бойле яғанақлар беклен өлмей. Қырым иліксефер қорғалыққа оғырамай. 2012 сенесі су анбары бүтінлей құрыған еді. Бұнда да кечкен афта яған яғмұр су анбарыны толдырмаса біле шерінің кемер соқақларының өзенлерге чеверілді. Мисал оларақ Залеска ве Қара дені соқақлары Венециядаки каналларға ұшады. Бұл ерде яғмұр аққызу системалары ярамай çalışа. Олар пек аз су кечерелер. Департамент капитального строительства подготовил предложение по проектированию ливневой канализации на всей части города Симферополя. У нас на сегодняшний день, вот для справки, всего 15% города Симферополя охвачено централизованной ливневой канализацией. Ахмеджет мемориятында шер қожалығы департаментінің мудирі Якуб Зейтулаев атқанына көре құруджылық монтаж ішлері кележек сене лейха азыр олғанынен башланacak. Эльмаса Блакимова, Виталий Голубев, Миллет үшін.
Бүгін мемлекетіміз Қара деңіз флотының күнін қайдеті 238 яшны толдырды. Оның теркабыне учбенден зияде геми кіре. Esas деңіз қалқан ақында мұхбірлеріміздің левхасы. Бу адмирал Эссон адлы фрегат-невидимка Қара деңіз флотының esas гемелерінден бірі. Тамам оның ракеталары террористлерге қаршы ұруларнен шықты. Қапағы үстіндегі йылдызлар нишанға доғру тұшымның белгісідір. Кораблем выполнено более 10 боевых пусков, все успешные. Гемі бір қач рақыпке қаршы күреші біле, амма әң асасымында экипаждар о Туркияде кечкен сергіде еркезна аретте қалдырды. Были очень восхищены, как экипаж содержит корабль, несмотря на то, что на выставку мы пришли после боевой службы. Қырымдаки Арби деңіз базасында Самум деп адландырылған уникаль гемі де бар. Катамаранның суряты буюк, о 1 саатте 100 километрден зияды месафе кече. Бұндан ғайры о радиолокацион маниялар комплексінен донатылған. Корабль был заложен в 1986 году на стапеле судостроительного завода имени Горького в городе Зеленодольск. В 1992 году корабль был спущен на воду. Умумен Қара деңіз флотының теркабыне 3000-ден зияды гемі кіре. Русия Қара деңіз флотының доған күнінде ақияр деңізшілері Арби гемілерде виртуаль экскурсиялар кечерелер, чөнке адеттеки экскурсиялар пандемия себебінден ләғу етілді. Деңізшілеріні Русия Арби деңіз флотының баш команданы адмирал Николай Евменов хайырлады. Бу муим күнде сізге қави, сағлық, бақт, аман, эсенлік, арби азырлық ве низам пектөлівенде яны мувафахетлер ве бызым Русия ватанымызның қорчалавда зенат тарафтан усталық тілейім. Бұнан ғайры Қара деңіз флотының күшлері башқа флотларының күшлерінен бірабер Ақ деңізде Русия Арби деңіз флотының даими оператив бірлешівінің ең мұйым қысмы олачағыны қошты. Султаниста Каева, Севиля Меметова, Миллет үшін. Шымдықада қаға бойепсі қаберлер. Кележек ең мұзны 21 бұчықта қачырманас қайырлы ақшамлар.